Біздің еліміз түрлі отбасылардың ортақ шаңырағы. Сондықтан отанымыз Қазақстанды қалай дамыта алатынымызды түсіну үшін бізге әр отбасы туралы көбірек мәлімет қажет. Міне сондықтан Қазақстанда қыркүйек-қараша айлары аралығында статистика комитеті үй шаруашылықтарын мультииндикаторлық кластерлік зерттеу жүргізеді. Бұл әйелдер мен балалардың денсаулығы мен білім деңгейін, бала құқықтарының қорғалуын және олардың өз өмірлеріне қанағаттану деңгейін ауқымды бағалау. Осы зерттеуге дәл сіздің отбасыңыз қатыса алады. Сұхбат алушыларға есігіңізді ашыңыз және олардың сауалдарына жауап беріңіз. Осылайша біз балалар мен әйелдердің жағдайы туралы көбірек мәлімет жинаймыз. Еліміздің келешегі олардың аман есендігіне байланысты емес пе? Сұхбат алушылардың сауалдарына жауап бере отырып, сіздер Қазақстанның дамуына өз үлестеріңізді қосасыздар.